Сәлем достар, менің есім Ғасыр Құралбайұлы. Бүгін сіздермен бірге жасанды интеллект арқылы қалай жылдам слайд жасау керектігін көрсетемін. Қазіргі заманда презентация жасау, оны таныстыра білу өте керекті скиллдердің бірі. Сондықтан да бүгінгі сабақта осы презентацияны қалай жылдам жасау керектігін көрсететін боламын. Ең алдымен ондай сервистер көп. Мен пайдаланатын сервистердің бірі CammaUp деген сервис. CammaUp деп Google-ға тереміз, батырманы басамыз. Бізге осындай бет шығады. Hot дегенді кнопкасын басып, осы жерге тіркелеміз. Мен Google арқылы тіркелетін боламын. Сіздерге де соны ұсынам, себебі тіркелу өте жылдам болады. Енді қараңыздар, мұнда неше түрлі кнопкалар бар. Бізге керектігі создать новый AI деп тұр, яғни жасанды интеллект арқылы шаблон жасау, презентация жасау. Осы жерде төрт батырма бар: сгенерировать, ставить текст, создать из шаблона, импортировать файл URL. Егер өз ойымша слайд жасағымыз келсе, яғни жасанды интеллектке ұсынуымыз келсе, сгенерировать деген басамыз. Болмаса өзімізде файлдар болса, немесе белгілі бір Word-дағы, немесе белгілі бір сайттың сілтемелері болса, импортировать файл или URL деген менюді қолданатын боламыз. Қазір біз сгенерировать дегенді басамыз. Осы жерде көріп отырғандай бізде презентация жасайтын арнайы бөлім бар. 10 карта дегеніміз, яғни 10 слайд жасау. 10 слайдқа дейін CammaUp тегін береді, ал қалғаны 15 картадан жоғары бұл платный версияда бар. Енді бұл жерге кәдімгі промпт жазғандай жазамыз. Яғни бізге мысалы қараңыздар, маған Түркістан облысының экономикалық дамуы жайлы слайд жасауым керек. Мен қазақша жазамын: Түркістан облысының экономикалық даму жоспары дедім. Мына жерде көріп отырғандай екі оформление түрі бар, яғни классикалық, студиялық. Мен классикалық таңдаймын. По умолчанию тұрады. Мына жерде тілдік батырманы таңдаймыз. Тілдік батырмада мен қазақ тілін көрсетемін. Жалпы кез келген көптеген тілдерде CammaUp слайдтарды шығара беретін болады. Қазақ тілін таңдадым. Мінекей создать конспект дегенді бастым. Көріп отырғандай бірер сәтте жасанды интеллект маған слайдтың қаңқасын шығарып отыр. Жалпы Түркістан облысының экономикалық даму жоспары дедім. Маған міне бірінші бөлім, екінші бөлім, 10 бөлімге дейін көрсетті. Инвестициялық бөлім, өнеркәсіпті дамыту, ауыл шаруашылығы, туризм, яғни барлық саланы қамтуға тырысты. Одан бөлек мына жерде, яғни текстовый содержаниясын өзгертсек болады, яғни үлкен болсыма, қысқа болсыма. Одан бөлек визуально әсерлеуге болады, яғни шрифттарын өзгертуге болады, фонын өзгертуге болады дегенде. Одан бөлек мына суреттердің қай жерден алуымызға болатынын көрсетуімізге болады. Яғни жасанды интеллект өзі жасасын ба, болмаса біз ұсынсақ па деген секілді. Осы жерден бассаңыз болады. Мен сгенерировать деген батырманы басамын. Маған жасанды интеллект дайын презентацияны қазір шығарып береді. Мінекей, кетті. Көріп отырғандай жасанды интеллект бізде жылдам өзіндегі базасындағы деректерді пайдалана отырып, бізге слайд шығарып беріп отыр. Бір ескеретін жағдай, бұл деректерді шығармас бұрын алдымен сіз факт-чек жасап алуыңыз керек. Себебі не? Себебі кейбір деректер қате шығуы мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде факт-чек жасап алыңыздар. Мінекей біздің слайдымыз 10 бетке дейін міне толтырылды. Мен кнопканы басайын мына жерде. Мінекей дайын. Мінекей бізде 10 беттік слайд жасалынды. Бұл бізге идея беру мүмкін, кейбір элементтерді алмасақ, кейбір статистиканы алмасақ та бізге слайд құруда жылдамдық береді, одан бөлек идея береді. Осы идеяларды пайдаланып, өзімізге қажетті слайдты, қажетті презентацияны дайындасақ болады. Мінекей шықты. Енді бұны қалай жүктеп алуымызға болады? Бұны жүктеп алу үшін мына жерде батырма бар, яғни 3 нүкте бар. 3 нүктені басып, осы жерде экспорт деген батырма бар. Экспорт деген батырманы басамыз.
бізге неше түрлі формат береді, PDF формат, PowerPoint, немесе Google Slide, немесе тек фотолар PNG форматта. Мен өзім PDF түрінде жүктеп аламын. Мінекей жүктелді, ашып көрейін. Мінекей біздің слайдымыз дайын. Дәл осылай сізде кез келген слайдты жасай берсеңіз болады. Бар жоғы осындай гамма апқа тіркелтсеңіз болды. Одан бөлек неше түрлі сервистер бар. Бұл жердің барлық сервисінің бір ғана ережесі дұрыс промпт жазу білу. Одан бөлек ақпаратты соңында факт-чек жасап тексеру. Жалпы осы сіздермен бірге болған мен Ғасыр Құралбайұлы. Келесі кездескенше.